Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін біз тригонометриялық функциялардың, яғни синус, косинус, тангенс, котангенстердің төрт ширіктегі таңбаларымен танысайық. Бірінші біз синусты қарастыратын болсақ, бірінші біз мынаны есімізге сақтап алайық. Синус функцияның таңбасы әрқашанда y көсіне байланысты. Ал косинустың таңбасы бізде x-ке байланысты, x өсіне байланысты. Яғни бізде x өсімен y көсі 90 градустық бұрыш жасап қиылысқан кезде бізде төрт ширік пайда болады. Яғни бірінші, екінші, үшінші және төртінші ширіктер пайда болады. Осы жерден бізде синустың таңбасы y-ге байланысты екендігін, y көсіне, косинустың таңбасы x өсіне байланысты екендігін есімізге сақтап алайық. Енді қарасаңыздар, мына жерде мынау y көсі, мынау x өсі. Неге бұл жерде плюс болды деп ойлайсыздар? Бұны жаттамай-ақ түсіну арқылы есімізге сақтап алуымызға болады. Яғни, де мына үстіңгі жағы оң сан болады, яғни плюс сан болады. Сол себепті синус, яғни бірінші, екінші ширікте оң сан болады. Ал төменгі жағы бізде теріс сан болады. Мына жақ бізде теріс сан болады. Сол себепті үшінші, төртінші ширіктерде бізде синус теріс сан болады. Енді косинусқа келетін болсақ, косинус бізде, яғни мына 0 нүктенің оң жағында оң сандар болады. Сол жағында бізде теріс сандар болады. Мына жақта теріс сандар болады. Ал енді қарастырайық. Косинус бірінші ширікте плюс, яғни оған сәйкес келетін ол бірінші ширікте жатыр ғой, яғни нүктенің оң жағында бізде оң сандар. Ал екінші ширікте, яғни мына жақта көкпен боялып тұр, көріп тұрсыздар, екінші ширікте теріс сан, үшінші ширікте теріс сан. Ал енді төртінші ширікке келгенде тағы да оң сандар жаққа сәйкес келеді, қарап тұрсаңыздар. Ал енді біз тангенс пен котангенстің таңбаларын қалай анықтаймыз десек, тангенс пен котангенстің таңбаларын біз мына формула арқылы анықтай аламыз. Тангенс дегеніміз бізде синусқа қатынасы екендігін есімізге сақтап алайық бірінші. Енді қарасаңыздар, бұл жерде сіздер 6-шы сыныпта оқып кеткен оң сан мен теріс сандарды бір-біріне бөлу деген тақырыпты естеріңізге түсіре кетсеңіздер болады. Яғни, егер біз екі оң санды плюсты плюсқа бөлетін болсақ, бізде оң сан шығатындығын, минусты минусқа бөлетін болсақ, бізде плюс шығатындығын, немесе плюсты минусқа бөлсек, теріс санға бөлсек, бізде минус шығатындығын. Яғни, таңбалары бірдей сандарды бір-біріне бөлсек, немесе көбейтсек, оң сан шығады. Таңбалары әртүрлі болатын болса, бізде теріс сан шығатындығын есімізге сақтап алайық. Енді қарап отырыңыздар. Бізде бірінші ширікте синус плюс болып тұр. Бірінші ширікте косинуста плюс болып тұр. Яғни, оң санды оң санға бөлетін болсам, бізде плюс. Яғни, тангенс бірінші ширікте сол себепті плюс болады. Ал енді котангенсті де осы жерде бірге айта кететін болсақ, котангенс дегеніміз косинусты синусқа бөлу. Енді қарап отыратын болсақ, екінші ширікке келейік. Екінші ширікте оң санды мен теріс санға бөлем. Яғни, синустың плюсын косинустың минусына бөлем. Плюсты минусқа бөлсем, бізде теріс сан дедік. Сол себепті тангенс екінші ширікте минус шығып тұр. Ал үшінші ширікте екеуі де теріс сан, көріп тұрғандарыңыздай, синуста минус, косинуста минус. Екі минус санды, жаңағы айтқанда, екеуі де теріс сан болатын болса, бір-біріне бөлетін болсам, бізде оң сан шығады. Енді төртінші ширікке келетін болсақ, минусты плюсқа бөлем. Теріс санды оң санға бөлем. Яғни, терісті де оң санға бөлсем, таңбалары әртүрлі, яғни бізде теріс сан шығады. Сол себепті төртінші ширікте де бізде минус сан шығады екен.